Қамшы жасап жатырмын. Сен атта күшті мінез екенсің ғой. Аттың бағында ойнайды екенсің. Мен саған қамшы тоқып жасап жатырмын. Келе ғой балам. Мен саған қамшының не екенін айтып түсіндіріп өтейін. Қамшы дегеніміз бұл ежелден бізде келе жатқан қарудың бір түрі. Қамшының көптеген түрлері болады. Өріміне байланысты 3 өрімнен 40 өрімге дейін өруге болады қамшыны. Қамшы дүрей қамшы, көкпар қамшы, әшекей қамшы деген түрлері болады. Келе ғой екеуміз бірге қамшыны өріп көрейік. Мына жерін ұста, мен саған қазір қалай өру керек екенін көрсетемін. Бұл бізде 4 өрім. Осы 4 өрімді қазір мен саған өріп көрсетемін. Міне, мына 3-ші тұрғанды астына жібереміз. Одан кейін былай. Мықтап ұстай ғой қатар. Қамшының сабын дайындап жатырмын. Қамшы деген ол сабы қайысты, сабы тобылғыдан жасалады, өзі қайыстан жасалады. Бұларда өзі 8 өрімдік қамшы, міне мынау деген өзі материал ағаштан жасалған қамшы. Бұл енді кішкентай бөбек балалардың қамшысы болады. Мынау қамшы деген негізі қазақтың төрінде ілініп тұру керек. 2 бүктеп ұстайсың бұл. Қамшы деген атқа мінерде осылай ұстау керек. Қамшы ілу деген дәстүр бар. Қамшы босағада жатпау керек бұл. Қамшы төрде ілініп тұру керек. Жаңа осылай ұстайсың атқа мінгенде. 2 бүктеп ұстау керек қамшыны бұл. Бұл оғлым? Қандай өз білесің? Қане көрсете қойшы. Бұл ойынды қайдан үйрендің? Жарайсың балам, ақылды бола ғой, иә? Мен саған қамшы тоқыдым міне. Енді аттың құлағында ойнап, шабандоз бол енді мықты. Аттың ер тоқымын жасадым, жүгінімен, тоқтасымен. Осының бәрін сен мықты шабандоз болсын деп саған арнайы жасаттым мен саған. Қатты, татты, қоқаты, ады татты.